Мен чемпион бұл мектеп оқушыларына арналған спорттық ойындар. Жыл басынан басталған бұл ойынға барлық аудандардан 8 мыңға жуық оқушы қатысқан. Ал олардың тек 160-ы ғана ақтық сынға жолдама алып отыр. Ойын мақсаты балалардың спортқа деген қызығушылығын арттыру. Сонымен қатар ойынға қатысқан 16 құрамаға теннис үстелі сыйлыққа берілді. Мемлекет басшысы, партия төрағасы, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан 2020 стратегиясында дене шынықтыру және спорт мемлекеттің басшысы назарында болуы тиіс деп атап көрсеткен. Лучшие 16 команд Ең үздік 16 құрама қатысып отыр. Бір күннің ішінде 4 құрама өнер көрсетеді. Олардың арасында үздігі анықталатын болады. Менің ойымша өте қызықты болуы керек. Ақжар ауданынан келген оқушыларды ақтық сынға жолдама алған 16 құраманың қатарында. Олар аудан намысын қолдан бермейміз деп отыр. Біз Ақжар ауданынан келдік. Біз өте жақсы дайындалдық. Мен ойлаймын, біз бірінші орын алып жеңеміз. Мен чемпион спорттық сайысының ақтық ойындары 4 күн бойы өтеді. Аудан орталықтарынан жиналған 16 құраманың ішінен үздік анықталып, жеңімпаз кубогы табысталады.